Медицина тіліне қатысты аудармалар. Сәлеметсіздер ме біздің тыңдармандарымыз. Бүгінгі сабақта медицина саласына қатысты терминдер туралы айтатын боламыз. Ендеше экранға назар аударайық. Қазіргі медициналық терминология дүниежүзілік медицина ғылымының ғасырлар бойы дамуымен бірге қалыптасқан. Әлемнің түрлі елдеріндегі медик ғалымдар мен дәрігерлердің адам организмін зерттеу, оның функциялары мен құрылымын, аурулардың туындау себептерін анықтау, емдеу жолдарын іздестіру барысында медициналық терминдер пайда болған. Медициналық арнайы лексиканың дамуы мен құрылымына интернационалдық тәжірибе күшті әсер еткен. Басқа саланың терминологиясымен салыстырғанда медициналық және биологиялық терминологияның басым бөлігі халықаралық терминдерден тұрады. Ежелгі дәуірдің 100-ден аса медициналық шығармасы Гиппократ жинағы деп аталатын еңбекке енген. Еуропалық медицина және медициналық терминология тарихы осы Гиппократ жинағынан бастау алады. Сол үшін қазақ терминологиясында да медицинаға қатысты терминдердің басым көпшілігінің атауы халықаралық терминдегі атаумен қолданылады. Бүгінгі сабақта жиі қолданыстағы терминдерге тоқталатын боламыз. Гипертония, биология, химия, медицинада да гипертония, ал ауыл шаруашылық саласында қан қысымы. Дезодорация, тазарту емес, иісті кетіру немесе иіссіздендіру. Аплазия, дамымаушылық және кері дамушылық. Васкуляризация, тамырлану. Гепатизация, бауырлану. Имбибиция, сіңу. Гипоплазия, шала даму және гипоплазия. Дегидратация, сусыздандыру немесе гидратсыздандыру. Компенсация, орнын толтыру немесе теңгеру. Метастаз, көшінді емес метастаз. Мутиляция, үзіліп түсу емес мутиляция. Организация, бұл термин көп салада қолданылады. Дәл медицина саласында дәнек ерітіндену деп берілген. Регенерация, жаңару емес қайта қалпына келу. Реанимация, тірілту емес реанимация немесе жан сақтау. Трансформация, айналу емес өзгеру немесе трансформация. Тромб, ұйынды емес қан ұйық. Тромбоз, қан ұю. Құрметті тыңдарман, қазақ тіліндегі терминдер туралы ақпаратты қосымша termin.com.kz сайтынан да алуыңызға болады.